Саламатсыздар ма? Менің түсірген мастер-классыма қош келдіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан соң шекерімізді, тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Өзіміз жайлы қысқаша айта кетсем, мен декретте отырған анамын. Ас бөлмесіне жаныма кішкентай баламды алып, осылай видео түсіремін. Келесі кезекте қопсытқыш, яғни дрожжымызды салып, бұны да жақсылап араластыратын боламыз. Тағы айта кететін жайт, мен бұл каналыма рецепттерден бөлек басқа да құнды керекті ақпараттар салып отыруға тырысатын боламын. Қазіргі таңда ең актуальный тема товарный бизнес туралы да, ниша туралы да көптеген қызықты информациялар салуға тырысатын боламын. Енді сүтіміздің бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Видеода көріп тұрғандарыңызда осылай шығу керек. Енді үстіне жұмыртқамызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Видеода қосып жатырған керекті мөлшердегі қажетті заттарды мен описанияға мөлшерін барлығын жазып кеттім. Сол жерден көріп, есептеп жасай берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді ұнымызды електен өткізіп, аз-аз мөлшерде осылай араластыра отырып, біркелкі жұмсақ массаға айналдыратын боламыз, яғни жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Видеода негізі кішкене ұзақтау уақыт алды, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін ең алдымен осылай лопаткамен, одан кейін қолмен иледім. Сіздердің осы видеоны көріп, маған поддержка беріп отырғандарыңызға үлкен сансыз рахмет айтамын. Алла разы болсын, осылай бір-бірімізді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, көтерілейік бірге. Сіздер дамысаңыздар, сіздер көтерілсеңіздер, мен де қуанамын. Сіздерге керекті құнды ақпараттармен бөлісіп отыруға тырысамын. Сол себептен менің каналымды үзбей қарап отырсаңыздар, сол кезде екі жақтап сізде менде дамитын боламыз. Қарасаңыздар, негізі көп фудблогерлер жасамайтын істі жасап жатыр. Яғни лопатканы қамырдан тазартып жатырмын. Сосын мен өзім қолданатын тәсіл осы тесталар жан-жағына жабысып қалмас үшін, қатып қалмас үшін осылай барлығын тазартып алатын боламын. Сіздер де осылай жасайды деген ойдамын. Маған негізі осылай сөйлесе отырып, керекті ақпаратпен бөліскен ұнайды. Егер де осылай видео түсірем десеңіз, сіздің де қолыңыздан келеді. Видеомен экранды басым, себебі сіздердің де көп уақыттарыңызды алғым келген жоқ. Мінекей тестаны илеп болдым, енді бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей мен тестам осылай көтерілді. Мен қатты көп көтерген жоқпын, себебі осы видеоны жасап жатқан кезде менде жолдасым жұмыстан келетін болғаннан кейін тезірек істеуім қажет болды. Уақыт жағынан тығыз болғаннан кейін мен осылай көтерілген кейпінде жасай бердім. Видеода көріп тұрғандарыңызда осылай оқтаумен жайып аласыздар. Негізі сіздерден кешірім сұраймын, себебі мен штативті дұрыс қойған жоқпын. Менің кухням тар болғаннан кейін маған ыңғайсыз болды. Жанымда баламен түсіргеннен кейін түсінесіздер деген ойдамын. Кішкене штативім қозғалып, жарты видео ғана түсті, яғни жарты тестам ғана түсті, көріп тұрғандарыңыздай. Қарасаңыздар, мен астына ұн сеуіп алдым, себебі қазір мен орайтын кезде тестам столға жабысып қалмас үшін мен осылай ұн сеуіп аламын. Сіздер де осылай жасасаңыздар, тесталарың жабысып қалмайтын болады. Одан кейін ортасына начинкасына мен қант пен корицаны бірге қостым. Сіздер егер де корицаны ұнатпаған жағдайда тек қана макпен де жасасаңыздар болады. Яғни корицаның орнына макты қолдансаңыздар болады. Әркім өз қалауынша қосады. Егер де корицаны жақсы көретін болсаңыз, мен қосқан мөлшерден көбірек қоссаңыздар да болады. Вот көрдігендеріңізді ең алдымен қамырымызға сұйық майды кішкене жағып аламыз. Одан кейін жаңағы қант пен корицамызды ортасына сеуіп шығатын боламыз. Мен мына жерде баламды қолыма көтеріп ұстап, бір қолмен жасап едім.
мен шеттерін осылай буғанда түйгенді жақсы көремін, себебі шеттері ашылып қалуы мүмкін. Вот видеода мен негізі баламды көтеріп тұрмын, сол үшін бір қолмен ғана көрсетіп тұрмын. Мінекей осылай жіппен кескен кезде осылай әдемі болып шығады. Бұл жаңа кесілгендегі видео, бұның бетін жауып кішкене қойып қойсаңыздар, жақсы көтерілетін болады. Одан кейін үстіне жұмыртқамды салып, осылай жұмыртқамды жағып шықтым. Сіздерден кешірім сұраймын, себебі мен дұрыс түсіре алмадым соңғы этаптағы видеоны. Мені түсінесіздер деген ойдамын. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер міндетті түрде.